Шу аудандық ауруханасындағы жүкті әйелдің өліміне қатысты айғайдан кейін перзентхана бөлімі жабылды. Жамбыл облысындағы медицина мекемелері жаппай тексеріліп жатыр. Денсаулық сақтау министрі бүгін брифингте аталған дерекке қатысты комиссия жұмысы әлі бітпегенін айтты. Жамбыл облысында жүкті әйелдің өліміне қатысты қылмыстық іс әлі тергеліп жатыр. Дәрігерлер қай жерде қандай кемшілікке жол бергені туралы анықтаманы полицияға бердік, дейді денсаулық сақтау министрі. Сол оқиғадан кейін жұмыстан шеттетілген Шу аудандық ауруханасының бас дәрігері қызметіне әлі оралмаған. Қылмыстық құрам аяқталмай, біз қазір енді бұл жерде қосымша нәрсе айта алмаймыз. Бірақ барлық деңгейдегі медициналық қызметтердің жасалынған кемшіліктерге байланысты сараптама жасалынды. Қателеспесем, 26 емдеу мекеме осы жүкті әйелдерге көмек көрсететін Жамбыл облысы бойынша бүгінгі таңда осындай жүйелі тексеру жұмыстары қазір жүріп жатыр. Жаңағы әйелдің босанған аудандық ауруханасында біз перзентхана бөлімшесін жаптық. Ақмарал Әлназарова әскерде жүріп мүгедек болған Ербаян Мұхтардың жағдайында айтып берді. Министрдің айтуынша Ербаянның диагнозы қиын, жарақатпен бірге денесіне инфекция түскен. Жігіттің ата-анасымен оны тағы да Түркияда немесе басқа мемлекетте емдетуді ұйымдастыру туралы сөйлестім, бірақ олар Қазақстанда ем алуға келісіп отыр, дейді денсаулық сақтау министрі. Ербаян Мұхтардың денсаулық сақтау министрлігі тарапынан бақылауда, ата-анасы менен осыдан бірнеше күн бұрын мен кездестім. Негізі жағдайы тұрақты, сонымен қатар енді осы оңалту медициналық қызметтерін қосымша алуға қажеттілігіне байланысты ұлттық медициналық орталығына күні кеше Ербаянды жатқыздық, қасында әкесі бар. Министр дәрігерлер жалақысының кешігуіне қатысты да пікір білдірді. Ол медициналық ұйымдарды қаржыландыру жағынан бірқатар проблема бар екенін мойындады. Наурыз айының жалақысын төледік, сәуірдің жалақысы 2 мамырда түсетін транштан төленеді деп уәде берді Ақмарал Әлназарова. Гүлвира Сейтенова, Арман Бөкеев, 7 арна.